Сәлем достар! Өткен ғасырдың басында орын алған аса ірі апаттың бірі Титаник жолаушылар кемесінің суға батқанына биыл 99 жыл толады. Алайда Титаник трагедиясы әлі де жұмбақ қалпында. Бүгін сіздер Титаник кемесінің әлі күнге дейін ашылмаған белгісіз құпиялармен танысатын боласыздар. Әрине, суға батпайтын алып кеменің алғашқы сапарда құрдымға кеткені жөнінде небір болжамдар айтылды. Бірақ әлі күнге дейін нақты дәйек жоқ. Титаник апаты қаншама кітапқа, көркем және деректі фильмге арқау болды. Біреулер алып кемені көркемдеп кино етіп шығарып қырғын пайда көрді. Миллиардтаған долларды қалтасына басты. Жалпы өз кезеңінде әлемді дүрліктірген Титаник трагедиясы жөнінде әлі де талай аңыздар, апатқа байланысты болжам, топшылаулар айтыла бермек. Соның бірі былайша өрбиді. Алдымен Титаник кемесі жөнінде қысқаша мағлұмат бере кетелік. Титаник расында алып кеме еді. Оның ұзындығы 268,198 метр, ал ені 28,2 метр. 4 трубасы бар. Биіктігі 11 қабатты үймен тең. Ұзындығы қаланың 4 кварталындай болып табылады. 1912 жылы 14 сәуірде 11:40-та Титаник қатты күйзеліске ұшырады. Содан кейін 3 сағаттан кейін ол батып кетті. 15 сәуірде таңертеңгі 2:20-да сол кездегі ең үлкен кеме Атлант мұхитының астына толығымен жоғалып, 1500 адамның өмірін қиды. Бұл борттағы адамдардың 2-ден 3 бөлігі. Көптеген өлімге әкелген осы қорқынышты апаттың себебі кеме құлаған айсберг болып шықты. Жақсы, кем дегенде бізге әр қашанда осылай айтылды. Алайда ғалымдардың соңғы зерттеулері бұл теорияны жоққа шығарады. Жаңа зерттеулердің нәтижелері бізге мұның басты себебі мұз емес, от болды деп сенуге негіз берді. Ұлы Малинидің журналисті 30 жылдан астам уақыт бойы Титаниктің тағдырын зерттеп келеді. Кеме жүзіп кеткенге дейін түсірілген фотосуретті тексеру кезінде кеме корпусында 9 метрлік үлкен қара дақ пайда болады. Фотосурет альбомнан алынды. Бұрын соңды жарияланбаған суреттер онда кеменің құрылысы және оның алғашқы соңғы сапарына дайындық түсірілген. Мұнда дақтың пайда болуы үшін от 3 апта бойы жанып, сонымен бірге жеткілікті күшті болу керек еді. Металлургия саласындағы сарапшылар бұл металдың әлсіреуіне және оның беріктігін 75%-ға дейін төмендетуге әкелу мүмкін деп санайды. Ал сіздің Титаник жайлы ойыңыз қандай? Егерде осы видео сізге ұнаса, лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің дәл осындай қызықты видеоларымыздан құр қалмайсыздар. Сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.